Өмірді қиындатпа. Егер адам білімі мен ақылын, жалпы мидың күшін басқада болмайтын ойларға емес, тек нәтиже беретін істерге жұмсаса, оның өмірінде қиындық аз кездесер еді. Сонда өмірінде ауыр ойлар туғызатын дүниелер мүлдем болмауы да мүмкін. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Біріншіден, сіз күн сайын және минут сайын тек алға жүруді тоқтатуыңыз керек. Адам робот емес. Кейде оған тоқтау, ойлану, демалу қажет. Өзіңізді асықтыруды және сөзбе-сөз өзіңізді артқа итеруді тоқтатыңыз. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Асықпаңыз. Бәрі ойдағыдай болады. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің. Тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Құлаққа музыкадан да жағымдырақ естілетін бір нәрсе бар. Ол тыныштық. Қатты уайымға салынба. Бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Қыздың қандай екені анасына емес, санасына байланысты. Әр адамның өмірінде басты қарсылас бар. Ол өзі. Біз қол жетпесті қуып жүріп, мүмкін емес нәрсені жасап шығамыз. Менің ең сенімді 6 қызметкерім бар. Олардың алдында міндетім зор. Олардың аттары кім, неге, қашан, не қайда және қалай. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Ешкімде сізден күшті емес. Ешкім сізден ақылды емес. Тек олар сізден ерте бастаған. Өміріңді жақсартудың 2 тәсілі бар. Бірінші тәсіл өзінен өзі ешқандайда керемет болмайды деп өмір сүру. Екінші тәсіл бар әлем тек таңғажайыптан тұрады деп өмір сүру. Мүмкін сен бұл әлемде бар болғаны жай адам шығарсың. Бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналасың. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Ең бірінші кеңес, тірі адам тіршілігін жасау керек. Отырсақ, отыра береміз. Анау қымбат, мынау қымбат, заман сондай деп, негативтің бәрін бойымызға жинап алатын болсақ, энергиямызды жоғалтып, әлсіз адамға айналамыз. Ал егерде жоқ жасаймын, қолымнан келеді, айналамды өзгертемін, соған қарай талпынамын дейтін болса, ол адам күш-қуат жинайды. Ал адам бойындағы энергия түбінде ақшаға алып келеді. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе
басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Сен жаңа бизнес бастасаң, ешкім саған сенім білдірмейді. Мен бәріне құрметпен қараймын, және кез келген сынды қабылдаймын. Бұл мені әлде қайда күштетеді және алға басады. Неден қорықсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпеген күнде бір орында тұрып қаласыз. Ал сіздер онда емессіздер. Кез келген қиындықты еңсересіздер. Оны білемін. Тек ішкі қалауыңызға деп қойыңыз. Егер әрдайым асығып жүрсеңіз, бір кереметті өткізіп алуыңыз мүмкін. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз.